Армысыздар ардақты ағайын, қадірменді арена төрі бағдарламасының көрермендері. Қазақстан футбол федерациясы және ФФК ТВ бірлескен жобасын назарларыңызға ұсынамыз. Бүгін бағдарламада біз Қазақстан премьер лигасының 17 және 18 турларына шолу жасап өтетін боламыз. Алдымен Ақтөбе Тобыл командалар арасындағы кездесуден бастасақ. Чемпионаттың бірінші орнын иемденіп тұрған Ақтөбе Қостанайдан келген Тобылды қабылдаған еді. Екі ойын гол салмай, ұпай алмай, қарсыластарын біршама жақындатып алған Владимир Газаев командасына міндетті түрде жеңіс керек тұғын. Себебі ізбе-із ұпай жоғалту команданың өзіне деген сенімділігіне селкеу түсіруі ғажап емес. Тобылға қарсы матч батыстықтар үшін сәтті бастала қойған жоқ. Бар жоға 6 минутта ардагер Игорь Юрин айып алаңға ене бере соққы бағыттап Стас Покатиловты қапыда қалдырып, қонақтарды алға шығарды. Ақтөбе қанша тырысқанмен тайм аяқталғанша есеп тіпті теңесе де қойған жоқ. Екінші таймның бел ортасына дейінде Хижниченко Хайрулин бастаған шабуыл өті тобылдықтар қақпасынан саңылау таба алмады. Алайда айналдырған 2 минут ішінде Газаев шәкірттері ойында төңкеріс жасады. Алдымен Пиззелли 11 метрдей жерден есепті теңестірсе, келесі шабуылда ойынға тыңнан қосылған Неко Ақтөбе үшін жеңіс голының авторы атанды. Пас берген Дидар Жалмұқан еді. Ол да Неко секілді екінші таймның басында ғана алаңға шыққан болатын. Бұл жерде бас бапкердің көрегендігін атай кеткен жөн. Ойын барысында қосылған екі футболшы жеңісті голды ұйымдастырды. Осылайша Ақтөбе матч басында жылдам гол өткізіп, дегенмен мінез көрсетіп жеңісті жұлып алды. Бастысы басты қуғыншысынан арадағы 4 ұпай айырмашылығын сақтап қалды. Патрик Твумаси тағы да ерледі. Ол өзінің командасына осы турда маңызды 3 ұпайды берді. Турдың орталық ойыны Шымкентте болды. Жақында ғана Еуропа лигасындағы қарсыласын білген жергілікті ордабасы жеңісті сериясын жалғастыруға дәмелі Астананы қабылдады. Екі команданың арасын ойын алдында 2 ұпай ғана бөліп тұрған болатын. Шымкенттіктер өткен турда Алматыда жеңіліп қайтса, елордалық ұжым Таразды тас-талқан еткен еді. Қажымұқан атындағы стадионда болып өткен кездесудің қаһарманы Твумаси болды. Ганалық азамат екінші тайм барысында қос гол соғып командасын жеңіске жетеледі. Станимир Стойлов баптайтын ұжым қайратты 2 ұпайға басып озып, екінші орынға көтерілді. Керекулік ертіс осы турда жаңа футболшылар мен жаңа бапкердің арқасында тағы да 1 ұпайға кенелді. Яғни бұл турда олар өз алаңында алматылық Қайратпен тең түсті. Бас бапкерлік қызметке Димитар Димитровтың келуімен бойына қан жүгірген ертіс қатарынан 2 ойында жеңіс тойын тойлаған болатын. Бұл турда солтүстіктік команда азулы Қайраттан ұпай тартып ала алды. Ойындағы 2 голда екінші таймда салынды. 67 минутта украиналық легионер Дудченко есеп ашып, ертісті есепте алға шығарды. Алайда араға 13 минут салып чемпионаттың үздік сұрмергені Жерар Гол өзінің 18-ші голын соғып, Қайратты жеңілістен аман алып қалды. Алматылық команда Ақтөбені ұзатып, Астананы алға шығарып алды. Ал болгар бапкері келісімен өз ойын тапқан керекуліктердің енді алғашқы алтылықтан да үміті жоқ емес. Қарағандылық Шахтер 17-ші турда қайтадан тірілгендей болды. Олар өз алаңында Оқжетпесті 3-0 есебімен ойсырата ұтты. Қарағандының Шахтері алғашқы алтылықтағы Оқжетпесті 3-0 есебімен ойсырата ұтып кішігірім сенсация жасады. Қиын сәттерді басынан өткізіп жатқан кеншілерден мұндай нәтижені ойында ешкім күтпеген еді. Алайда Шахтер Көкшетаудан келген қонақтардан толықтай басым болып сенімді жеңіске қол жеткізді. Бұл ойында араға 3 ай уақыт салып Шахтердің тірі аңызы Андрей Финонченко алаңға оралған еді. Мүмкін бұл қуанышты хабарда футболшыларға серпіліс берген болар. Енді Шахтер десе жүрегін жұлып беретін Финонченко бастауымен Шахтер еш жият деген үміттеміз. Оқжетпес болса осынымен қатар 3-ші кездесуде жеңіліп жағдайды біраз қиындатып алды. Тәжірибелі бапкер Мұхановқа мықты шәкірттері жетіспей тұр. 3-0 деген есеп тағы да Тараз қаласында тіркелді. Бұл жолы Евгений Яровенко шәкірттері қайсарды ұтты. Санат Жұмаханов өзінің стандарттық жағдайларды керемет орындай білетіндігін дәлелдеп берді. Ел чемпионатының 17-ші турында оңтүстік дербиіне куә болдық. Тараз Дмитрий Огай командасы Қайсарды оңдырған жоқ. Ойын басынан-ақ алаң иелерінің басымдылығына күмән болмаған еді. Кездесудің 3-ші минутында Тараздың шабуылшысы Александр Пишер алғашқы голды салған болатын. 30-ші минутта осыған дейін Премьер-лигада қақпа торында доп тулатпаған Жұмаханов мергендігімен көзге түсті. Екінші таймның 7-ші минутында тағы сол Жұмаханов гол салып, атына дубль жазып матч нүктесін қойды. Осы ойыннан кейін тараздықтар 6-ші орындағы Оқжетпеске 2 ұпай көлемінде жақындады. Өткен турда Ақтөбемен ұпай бөліскен қызылордалықтар 10-ші орында қалды.
Мұнайшы стадионда Атырау мен Жетісу кездесті. Талдықорғандықтар жеңіске жеткенімен бір ойыншы легионерді алаңға көбірек шығарып қойғанына байланысты жазаланып қалуы әбден ықтимал. Тәртіптік комиссияның шешімі әзірге шыққан жоқ. Астана, Қайрат секілді азуын айға білеген мықтылармен жүлделі орындарға таласып жүрген Атырау өз алаңында Жетісуға күтпеген жерде тізе бүкті. Ойында команда капитаны Эссаменің жоқтығы да білініп тұрды. Атырауды өрге сүйреп жүрген тәжірибелі футболшы сары қағаздар жинап, ойыннан тыс қалған еді. Сол себепті де болар алаң иелері жарқын ойын өрнегін көрсете алмай, аутсайдерге 3 ұпайды түгелмен беріп қойды. Алайда ойын соңынан кейін дау шықты. Жетісулықтар екінші таймда Марат Шахметовтың орнына Вичусты шығарып қойған еді. Сол сәтте алаңда 6 легионер болып кетті. Ал ережеге сай алаңдағы легионерлер саны 5-ден аспауы тиіс. Қателігін түсінген жаттықтырушылар Серб Милош Михайловтың орнына қазақстандық Александр Кировты шығарғанмен бәрі кешеді. Әдетте осындай қателіктер үшін команда 0-3 есебімен техникалық жеңіліс есептелетіні бар. Ал енді қадірменді көрермендер, 18-ші тур ойындарына көз жүгіртіп өтетін болсақ, Ақтөбе Талдықорғанда Жетісумен кездесіп, ұпай жоғалтты. Турнирлік кестеде көш бастап тұрған Ақтөбе құрамасы осы маусымда 17-ші кездесуін өткізіп, бірде-бір жеңіліс таппады. Еурокубоктық ойынның алдында олар Талдықорғандық Жетісу құрамасына жол тартты. Алайда әр түрлі деңгейдегі құрамаларға қарамастан ойынның бірінші таймы нәтижесіз өтті. Алаң иелерінің шабуылы анағұрлым қауіпті болғанмен ойынның алғашқы 45 минуттық сәтінде есеп ашылмады. Ойынның екінші таймда Ақтөбе командасы өзін қолға алып шабуылға кіріскенмен Талдықорғандық клуб қорғанысты күшейтіп, қарымта шабуыл жасап, ойынның 65 минутында Джорджи Деспотович гол соқты. Дегенмен қонақтар өз басымдылығын күшейтті. Ойынның 77 минутында Бауыржан Тұрысбек пен Покатиловтың қақтығысынан соң Бауыржанға екінші сары карточка көрсетілді. Қосымша уақытта алаңға шыққан Ақтөбе клубының ойыншысы Дидар Жалмұқан есепті теңестіріп, командасын маусымдағы алғашқы жеңілістен сақтап қалды. Турдың басты матчы Алматының орталық стадионында өтті. Жаңадан мықты футболшылармен толыққан қос команда жанкүйерлер көз айымына айналған өте тартысты матч көрсетті. Өткен демалыс күндері футболдан Қазақстан премьер-лигасының кезекті 18-ші тур ойындар өтті. Турдың басты матчына баланған кездесуде Алматының Қайраты Астана футболшыларын қабылдады. Қос командада осы аптадан бастап Еуролига бәсекелеріне қатысатындықтан бұл матчқа көпшіліктің көңілі ерекше ауғаны да анық. Клуб басшылары да жаңадан қосылған легионерлерін осы ойында сыннан өткізді. Қайраттың жетесін жаңадан киген бразилиялық Бруно Суарес ойынның алғашқы минуттарынан алаңға шықса, Астана клубының шабуылына жаңа серпін береді деген ниетпен алынған конголық Жуниор Кабананганың өнерін жанкүйерлер екінші таймда көрді. Қос клуб ойыншылары матчты аса сақтықпен бастады. Қайрат сапынан Жерар Гоу, Исаэль Барбоза, Бауыржан Исламхан үштігінің арагедік ұйымдастырған шабуылдар болмаса, бірінші таймда аса бір есте қаларлық оқиға орын алмады. Ал астаналықтардан Таңат Нөсербаев пен Фокси Кетевоама сәті келгенде Владимир Плотников қақпасын нысанаға алып көрді. Алайда Қайрат қақпашысы сыр бере қоймады. Алматы орталық стадионына жиналған 9000-дай көрермен тайм түгесер шақта ғана алғашқы голдың куәсі болды. Кезекті шабуылдардың бірінде астаналықтардың айып алаңына енген Исаэль Барбоза Ненат Эрич қақпасының сол жақ бұрышын дәл көздеді. Екінші таймда алаң қожайындарының басымдылығымен өтті. 52 минутта әріптестерінен пас алған Жерар Гоуды айып алаңында қыспақ қалған қос қорғаушы ойын тәртібін бұзды. Басқазы Артем Кочин бірден 11 метрлікті нұсқады. Пенальти соғудың шеберіне айналған Қайрат капитаны Бауыржан Исламхан болған мүмкіндіктен мүлт кетпеді. Бұл есеп ойын соңына дейін сақталып, алматылықтар көптен күткен жеңістерін тойлады. Жігерсіз қимылдағаны және спорттық талабын түсірген үшін Виктор Кумыков өз ұжымындағы Мардан Төлебек, Самат Отарбаев, Касьянов секілді бірнеше футболшыны трансферге қойды. Және Қайсарға қарсы өткен кездесуде Ордабасы командасы көбінесе жастарға сенім артты. Қызылордада жергілікті Қайсар географиялық көршілері Ордабасыны қабылдады. Виктор Кумыков шәкірттері екінші таймда пенальтиден гол соқты. Соңғы кездері тұрақты гол соғып жүрген Азат Нұрғалиев бұл жолы да мүлт кетпеді. Араға 3 минут салғаннан кейін алаң иелері таразбасын теңестірді. Жасұлан Молдақараев дәл соққымен қызылордалық жанкүйерлерді бір желпінтті. Ойын соңына дейін көптеген шабуылдар орын алғанмен таблодағы көрсеткіш еш өзгеріссіз қалды. Тобыл белгілі шабуылшы Игорь Зиньковичті өз сапына қайтадан қосты және Украинадан Яворский есімді мықты қорғаушыны алдыртты. Жалпы Тобыл командасы соңғы кездері мықты өнер көрсеткенмен әлі де болса турнирлік кестеде жоғарғы алтылыққа ене алмай жүр.
7-ші орын үшін өткен талас матчында Қостанайлық Тобыл өз алаңында Таразбен ойнады. Жергілікті футболшылар кездесудің небәрі 11-ші минутында есеп ашты. Юрий Юрин көзге түсті. Және 21-ші минутта Түркияның Elazığspor командасынан ауысып келген Игорь Зинкович есепті еселеп тастады. Мұндай қарқында әулеталықтар күтпегені анық еді. Амалсыз абдырап қалған қонақтар бірінші тайм соңына қарай тағы бір доп жіберіп алды. Юрин дубль авторы атанды. Осы жеңістің арқасында Тобыл Таразды турнирлік кестеде басып озды. Сонымен қатар 18-ші турда Оқжетпес Атыраумен тең түсіп, Ертіс өз алаңында Шахтерден басым түсті. Осы ойындарда соғылған әдемі голдарды бір тамашалап өтсек. Көкшетауда Оқжетпес Атыраумен ойнады. 36-ші минутта қонақтар есеп ашты. Бұл матчта тағы да голдың авторы Антон Григорьев болды. Бұл гол қорғаушының қатарынан 4-ші ойында соққан голы болатын. 53-ші минутта Әлібек Бөлешев жағдайды қалпына келтірді. Ал 68-ші минутта черногориялық легионер Лука Роткович есепті 2-1 қылып, алаң иелерін алға шығарды. Бірақ ойынның соңғы минутында Мирас Төлеев өз қақпасына байқаусызда гол соғып алды. Қорытынды нәтиже 2-2. Жаңа футболшылардың қызығын Ертіс аз көріп жатқан жоқ. Өңшең нөлмен аяқталатын нөмірлерді таңдаған Алессания Индяя, Томаш Ирсак, Карлош Фонсека және Федерико Кассай аз уақыт ішінде командаға кіріп үлгерді. Индяя 3 матчта 3 гол соқты, ал Фонсеканың 4-5 адамнан қаймықпай қатар алдауға тырысатынына керекулік жанкүйерлер дән риза. Команда тізгін ұстағалы 4 ойында жеңілмеген болгар маманы Дмитрий Димитров аз уақытта Ертісті үздік 6-лыққа қосса, жеңістің көкесі сол болмақ. Жарақатынан айығып оралған Константин Дудченконың мергендігі көз сүйсінтеді. Ендеше Ертіс еңсе түзер, күн алыс емес шығар. 18-ші турда керекуліктер өз алаңында Шахтерден 0-1 есебімен ұтылып тұрып, 3 қарымта доп соғалды. 2 голды Индяя соқса, 3-ші гол Чернышовтың еншісінде. Ал енді турнирлік кестеге көз жүгіртіп өтсек. Турнир кестесінің басында әдеттегідей Ақтөбе футболшылар келеді. Қоржындарында 38 ұпай. Басты бәсекелестерін ұтқан Қайрат 34 ұпай еншілеп 2-ші орынға жайғасты. Ал Астана футболшылары 3-ші орынға сырғыды. Көш соңында бұрынғыша Жетісу мен Шахтер командалары келеді. Келесі 19-ші турдың ойындары 4-ші, 5-ші шілде күндеріне жоспарланып отыр. Бұл турда да біз өте тартысты матчтар болады деп күтеміз. Өйткені Қазақстан премьер-лигасының алғашқы бөлігі аяқталуға сәл ғана қалды. Қадірменді арена төрі бағдарламасының көрермендері, келесі Қазақстан премьер-лигасының 19-ші туры 4-ші, 5-ші шілде күндеріне жоспарланып отыр. Біз де сол турдың қорытындысына байланысты өзіміздің сараптамалық бағдарламамызды сол сәтте назарларыңызға ұсынатын боламыз. Ендеше келесі аптада жолыққанша сау, сәлеметті болыңыздар, қадірменді футбол сүйер жанкүйер қауым.